16 қазанда нөмір 1 борт Қытай астанасы Бейжіңде қонды. Онда Қытайға ресми сапармен келген Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа сапардың мәртебесіне сәйкес құрметпен қабылдау көрсетілді. Қазақстан басшысын ұшақ трапында Қытай Халық Республикасының өнеркәсіп және ақпараттық технологиялар министрі Цин Шанмун қарсы алды. Шенеуніктердің қасында қарауыл ротасы мен Қытай туылары бар ұлттық киім киген топ болды. Қытай тарапының Қазақстан президентіне деген ерекше көңілі дипломатиялық тәртіп қана емес. Төраға Си Цзиньпин оның жалпы орталық Азияға, әсіресе Қазақстанға Қытайдың сыртқы саясатын құруда ерекше мән беретінін бірнеше рет көрсетті. Пандемиядан кейін және төраға болып сайланғаннан кейін Си Цзиньпиннің алғашқы сапарларының бірі тікелей Қазақстанға жасалды. Көптеген әлемдік бақ неге Қазақстан, неге ақш немесе Германия сияқты ел емес деген сұрақтармен мұндай мәртебеге таң қалды. Біздің президенттің соңғы айда әлемдегі ең ірі елдерге шетелдік сапарларды кезектік типте атауға болады. Күз бойы ақш, Германия, Ресей және Қырғызстанға барып үлгерген мемлекет басшысы енді Бейжіңге ресми сапармен келді. Мұның бәрі мемлекетіміздің халықаралық аренадағы барлық қатысушыларға ашықтығын көрсету. Дәл осы сапар ауқымы жағынан сәл өзгеше. Үкімет мүшелер делегациясы қол қойған бірқатар меморандумдар мен келісімдердің 5-ші Каспий-аралық халықаралық көлік бағытына қатысты. Жалпы Қазақстан көшбасшысының Қытайға сапары аясында 16,5 миллиард доллардан астам сомаға 30 инвестициялық және сауда құжаттарға қол қойылды. Қытайдың орталық Азияға артып жатқан қызығушылығында тәжірибесі бар дипломат және Қытай танушы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан экономикасын дамыту үшін ерекше мүмкіндіктерді көріп отыр. Қазақстан мен Қытай инвестициялар мен сауданы қоса алғанда экономикалық қатынастарды белсенді дамытуда. Ең үлкені көптеген шағын логистикалық жобалардан тұратын және Еуразияның көп бөлігін қамтитын бір белдеу, бір жол кешенді жобасы. Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұл сапары белдеу және жол бастамасының басталу мерейтойына байланысты. Төраға Си Цзиньпинмен кездесуде Қазақстан басшысы 2013 жылы Қазақстан астанасында бұл бағдарламаның қалай басталғанын еске алады. Қазақстанның алғашқы күндерінен бастап белдеу мен жолды дамыту жөніндегі бірлескен күш-жігерге қосылды. Сонымен қатар бұл бірлескен жұмыс Еуропа мен Азияның өзара байланысы үшін маңызды нәтиже беретінін атап өткен жөн. Қазіргі таңда дәл осы көлік инфрақұрылымындағы жұмыс Қытай мен Еуроодақ арасындағы Қазақстан арқылы контейнерлік тасымалдарды 104 есеге өсіртті. Сонымен қатар, бұл бірлескен жұмыс Еуропа мен Азияның өзара байланысы үшін маңызды нәтиже беретінін атап өткен жөн. Қазіргі таңда дәл осы көлік инфрақұрылымындағы жұмыс Қытай мен Еуроодақ арасындағы Қазақстан арқылы контейнерлік тасымалдарды 104 есеге артты. Достық станциясы бүгінде Қытай мен Еуропа арасындағы ең қысқа логистикалық хаб. Тиісінше, Қазақстан транзит ретінде логистиканы, контейнерлік тасымалдауды, теміржол инфрақұрылымын дамыта отырып пайда көреді. Мысалы, Қазақстан, Түркменстан, Иран тармағы Қытайларға таяу шығыс нарықтарына шығуға мүмкіндік береді. Ал Қазақстан-Қытай құбыры Еуразиялық мұнай-газ жүйесінің маңызды бөлігі. Бұған қоса, дәл осы Қазақстан-Қытай бірлескен жобалары Каспийдегі Ақтау және Құрық порттарының құрылысына серпін берді. Кейбір сарапшылардың пікірінше, тауарлардың Қытайдан Еуропаға Қазақстан аумағы арқылы транзиттің арқасында бізде үлкен логистикалық сала қалыптасты. Кейбір сарапшылардың пікірінше, тауарлардың Қытайдан Еуропаға Қазақстан аумағы арқылы транзиттің арқасында бізде үлкен логистикалық сала қалыптасты. Ол кейбір есептеулер бойынша қызметтердің жалпы секторында шамамен 30%-ға дейін жетеді. Айтпақшы, таяу шығыс нарықтарына темір жол және теңіз арқылы қол жеткізу Қазақстанға өзінің сауда серіктестерін түрлендіруге және экономиканың пайда қазбаларды өндіруге тәуелділігін төмендетуге мүмкіндік береді. Өндіріс деңгейі мен халық санының өте жоғары болуына байланысты Қытай көп энергияны тұтынуға мәжбүр. Бұл салада өзара қызығушылық бар. 16 қазанда Самұрық-Қазына басқарма төрағасы Нұрлан Жақыпов Қытайдағы Янцзы қаласындағы атом электр станциясына қазақстандық өндірістің жылу бөлетін жинақтарын қабылдауға қатысты. 2015 жылы Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы Қытайдың CGN ядролық энергетика корпорациясымен бірлесіп Ульба ТВС бірлескен өндірісін құрды. Нысанның мақсаты атом электр станциялары үшін жылу бөлетін жинақтар түріндегі жоғары технологиялық ядролық отын өндіру.
Мәселен, 2021 жылдың қараша айында іске қосқан Ульба ТВ зауыты өз өнімдеріне 20 жыл бұрын тұрақты сұраныспен қамтамасыз етілді. Ал өндіріс желісінің әлеуеті атом станциялары үшін ядролық отын өндіруші және жеткізуші мемлекеттердің бірі болуға мүмкіндік берді. Бұрын біз тек жанармай шикізатын сататынбыз. Бейжің халық жиналысы үйінен кейінгі Тоқаевтың келесі баратын жері Бейжің тіл және мәдениет университеті. Онда президент орта ғасырлық философ және ғалым Әбу Насыр әл-Фарабидің бюстін салтанатты ашылу рәсіміне қатысты. Мемлекет басшысы ұлы ойшылдың мұрасы және жан-жақты зерттелгеніне, біздің мәдени байланыстарды нығайтуға ықпал ететініне сенім білдірді. Бірақ біздің ойымызша сапардың бұл бөлікте Тоқаевқа ұнағаны қазақ философының ғылымға үлесін мойындаумен ғана шектелмеген. Бұл университетте 80-ші жылдары Тоқаевтың өзі оқыды. Ол тіпті өзінің ескі оқытушысы профессор Лю Шицинмен кездесті. Кейін президент осы университетте оқитын қазақстандық студенттермен әңгімелесіп үлгерді. Президент оларға тәлімгерлікпен оқуда сәттілік тіледі. Келесі чекпоинт елшілік. Онда президент Синопек компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы Ма Емшенді қабылдады. Синопек энергетикалық және химиялық компания. Қытайдың екінші ірі мұнай-газ компаниясы екенін атап өткен жөн. Компания серіктес рөлінде полиэтилен өндіру жобасын жүзеге асырады екен. Жобаның масштабы үлкен болғанына Тоқаевтың өзі Қазақстан мұнай-газ химиясына қатысты әлемдік деңгейдегі мұндай ауқымды жобаны бұған дейін жүзеге асырмаған деп атап өтті. Зауыттың құны шамамен 8 миллиард долларды құрайды, ал құрылыс келесі жылдың екінші жартысына жоспарланған. Бұдан кейін YTO Express Company басқарма төрағасы Ю Хуайцяомен кездесу өтті. КХР-дағы экспресс жеткізудің ірі логистикалық операторларының бірі Қазақстанда Орталық Азия бас кеңсесін ашуды жоспарлап отыр. Ал бірқатар өңірлерде компания А деңгейіндегі жоғары технологиялық көлік хабтарын салуды жоспарлап отыр. Инфрақұрылым Еуроодақ, Еуразиялық одақ және Орталық Азия елдеріне шығатын тауарларды жедел жеткізуді қамтамасыз етеді. CRRC Corporation Limited басқарма төрағасы және атқарушы директоры Сун Линцаймен кездесу барысында Қазақстан темір жолы компаниясының 200 маневрлық және магистральдық тепловоз сатып алу, сондай-ақ Қазақстанда инжинирингтік және сервистік қызмет көрсету орталықтарын құру ниеті туралы белгілі болды. Жоғарыда айтқанымыздай, Қазақстанда, Қытайда үкіметтері осындай серіктестіктен табыс табатыны сөзсіз. Бірақ түбіне қараса, бұл тек жаһандық серіктестік, мемлекеттік десек те болады. Жоғарыда айтқанымыздай, Қазақстанда, Қытайда үкіметтері осындай серіктестіктен табыс табатыны сөзсіз. Бірақ түбіне қараса, бұл тек жаһандық, тіпті мемлекетаралық серіктестік. Қарапайым кәсіпкерлер үшін оның пайдасы қандай? Біріншіден, бұл фидбек. Қазақстан-Қытай қатынастары ешбір жағдайда синофобтар жиі айтатын бір жақты көше емес. Кездесу барысында, мысалы, Си Цзиньпин Қытайдың Қазақстанның егемендігі мен аумақтың тұтастығын, сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев жүргізіп жатқан ауқымды реформаларды толық қолдайтынын тағы да атап өтті. Геосаяси дауылдарға қарамастан, Қазақстан-Қытай тауар айналымы 2022 жылы 31 миллиард долларға жетті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 31%-ға артық. Қазақстандық дипломатияның елеулі саяси серпілісінің тағы бір белгісі Қытайдың Қазақстан азаматтары үшін визасыз режимі. Бұл Шығыс Азия елдердегі визалық мәселенің қаталдығын ескерсе, өте сирек құбылыс. Жаһандану бізді бір-бірімізге қажет болдыратын прецедент жасады. Мұндай байланыстар өзімен өзі өте маңызды. Геосаяси тұрақсыздық немесе экономикалық дағдарыс жағдайында күшті достардың бар болғаны өте маңызды. Сау болыңыз.